Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз өте оңай жасалатын повязкаларын жасайтын боламыз. Қазір қажет заттарды экранға көрсетіп кетемін. Ені бізде 21 см болады және де ұзындығы 61 см болады. Матамызды тік төртбұрышты етіп қиып аламыз. Енді матамызды бір-біріне беттестіріп, жан жақтарын екі-екіден тігіп шығамыз. You're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Ұзына бойы тігіп шықтық. Ендігісі екінші рет тігіп шығып, және де көлденең тігіп шығамыз. Told me you don't really do commitment, trust me. Consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. Ендігісі екінші жағын тігіп, кішкене тесік қалдырамыз. Бүкіл жан-жағын тігіп болған соң теріс қаратып, бұрыштарын дұрыстап аламыз. Енді ине мен жібімізді алып, кішкентай тесігімізді білінбейтін тігіспен тігіп шығамыз. Кішкентай тесігімізді тігіп болған соң бір-біріне беттестіріп, бұрыштарын білінбейтін тігіспен тағы да тігіп шығамыз. So when you stop paying so much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. Жаңа бұрышымызды тігіп болған соң кішкентай тесігіне екінші бұрышын кигізіп, екінші бұрышын бір-біріне беттестіріп, тағы да білінбейтін тігіспен тігіп шығамыз. Тігіп болған соң артық жібін қиып тастаймыз. Мінекей осымен оңай жасалатын повязкамыз дайын болды. Қалауыңызға байланысты моншақтармен безендіріп, әрлеп тігіп қойсаңыз болады. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Каналыма тіркеліңіздер. Ұнаған болса лайк басып, комментарий қалдырыңыз.